Сәлем достар, бүгін біз сендермен «Во все тяжкие» сериалының екінші маусымын қарап шығамыз. Шынын айтсам, көрер алдында күткен үмітім өте жоғары болды. Бір ауқымды, сапалы нәрсе күткенмін. Және спойлер айтайын, бұл маусым сол үміттен де асып түсті. Егер осы сериал туралы алдыңғы видеоны көрмесең, алдымен соны қарап шық. Әйтпесе ештеңе түсінбей қаласың. Көрер алдында лайк басып, каналға және телеграмға жазылып кетуді ұмытпаңдар. Ол жақта каналдың толық өмірі, стрим анонстары, превьюлер және жай ғана менің ойларым болады. Бізге Уолтердің үйін қара ақ түсте көрсетеді. Арт жақтан полиция сиренасының дауысы естіледі. Кейін кадр мұна күйіп кеткен ойыншыққа ауысады. Өткен маусымның соңында жігіттер Тукаға метті сатып кеткен еді. Содан кейін Тука өз адамына ашуланып, оны ұра бастайды. Кейін бәрі көлікке отырып кетеді. Көлікте Уолт өзіне қанша ақша керек екенін есептей бастайды. Яғни туп-тура $737 мың. Дәл сонша керек. Бұл бәр болғаны 11 мәміле ғана. Олар кеткелі жатқанда Тука қайта оралып, өз адамын көліктен сүйреп шығарады. Оның келесі сөзі «Сен соққыға шыдамайсың ба? Бірдеңе істе, сен ақылдысың ғой» дейді. Бірақ Уолт еш көмектесе алмайды да әлгі адам өліп қалады. Осыдан кейін Тука Гонзоға мәйттен құтылуды бұйырады, ал Уолт пен Джесси кетіп қалады. Сол уақытта Скайлер жуынатын бөлмеде жүргенде біреудің үйге кіргенін естиді. Бұл Уолт болатын. Екеуі аздап сөйлеседі. Кейін Уолттың жүйкесі сыр беріп, Скайлерге жақындай бастайды. Бірақ жағдай ушығып кетіп, Скайлерді итеріп жібереді. Скайлер бетін Раквинаға ұрып алады. Уолт бассейн жанына барып орындыққа отырады. Артынша Скайлер келіп, «Сен мүлде шектен шығып барасың. Бар ашуыңды менен шығарасың» дейді. Сол кезде үйге Уолт кіші келеді де ас үйдегі быт-шытты байқап қалады. Джесси кафенің жанында отырып, өзіне қару әкелген адамға ақшаны білдіртпей береді. Кейін жігіттер не істеу керектігін талқылайды. Олар Тука өздерін өлтіргісі келеді деп ойлайды. Бұған себеп те бар. Себебі бүгін ауданда қара Кадиллак айналып жүрді. Уолт Джессиді тыныштандырмақ болады. Бірақ Джесси, «Ол таза псих қой. Не біз оны өлтіреміз, не ол бізді өлтіреді» дейді. Бұл ой Уолтқа ұнамайды. Себебі Туканың артында үлкен адамдар тұр. Бәрі жоспарлағандай болатынына кепіл жоқ дейді. Кейін Уолт қаруда қанша оқ бар екенін сұрайды. Джесси барабанын ашпақ болады, бірақ қолынан келмейді. Осы уақытта Мэри Скайлерге қоңырау шалып, отбасымен бірге ресторанға баруды ұсынады. Сол кезде Хэнк келіп, Скайлердің неге трубка алмағанын сұрайды. Кейін Хэнк Мэридің артынан далаға шығып, «Қайда бара жатырсың?» деп сұрайды. Мэри болса, IT әлеміне баспен кірісемін. Қазір сабаққа бара жатырмын дейді. Хэнк күліп, «Қазір программалауды үйден шықпай-ақ үйренуге болады ғой» дейді. Кейін Хэнк көшеге шығып, әйеліне «Сенің кешкі 8-де психологқа сеансың бар ғой» деп еске салады. Бірақ Мэри бүгін психолог жоқ екенін айтады. Сол сәтте оның көлігіне пультпен басқарылатын кішкентай машина соғылады. Ашуланған Мэри көлікпен әлгі ойыншық машинаны әдейі басып өтеді. Хэнк болса сынған ойыншық үшін балаға ақша беруге мәжбүр болады. Кейін Хэнк бөлімшеге келеді. Гомес оған бейнебақылау камерасындағы жазбаны көрсетеді. Жазбада екі адам термит арқылы құлыпты ерітіп, метиламин толы бөшкені ұрлап жатыр. Бұлар химиядан хабары бар адамдар сияқты, бірақ ұры ретінде онша емес дейді Хэнк. Кешке Уолт үйіне келіп Туканың көлігін байқайды. Бір сәттен кейін көлік кетіп қалады. Таңертең Скайлер оянып, Уолттың жанында жоқ екенін байқайды. Уолт терезе алдында сыртты бақылап тұрады. Скайлер келіп, «Сен түні бойы осында отырдың ба?» деп сұрайды. Уолт, «Ішім ауырып кетті. Сен оятпау үшін осында келдім» дейді. Кейін Джесси келіп кешегі жағдайды айтып береді. Уолт тағы бір қару алып, мүмкіндікті көбейтуді ұсынады. Бірақ Уолт мен бәрін ойластырдым дейді. Қандай жоспар? Уолт оларға рицин жасау үшін қолданылатын тұқымдарды көрсетеді. Бұдан өте күшті у шығады. Ең бастысы сараптамада анықтау қиын. Сол уақытта Скайлер ескі суреттерін қарап отырады. Хэнк келіп, оны Мэримен татуластыруға көндірмек болады. Бірақ Скайлердің жүйкесі сыр беріп, жылап жібереді. Ал Уолт пен Джесси Тукаға арналған уды дайындап жатады. Кейін олар уланған метті Тукаға қалай беретіндерін ойластырады. Сол кезде Хэнк Уолтқа хабарласып, «Үйде болдың ба? Скайлерді ашуландырғаным үшін кешір» дейді. Кейін олар қазір қылмыс орнында тұрғанын айтып, Уолтқа сурет жібереді. Суретті көрген Уолт пен Джесси оның Гонзоның мәйіті екенін түсінеді. Уолт тез жиналып Джессиге қашуды бұйырады. Өзі болса үйіне қайтады.
Үйде ешкім болмайды, бірақ ваннадан дыбыс естіліп ішке кірсе Скайлердің отырғанын көреді. Осыдан кейін ол кіші атасымен бірге ақша жинауға кетеді, ал Хэнк Туканың адамдарының кім екенін анықтап, кейін белгілі болғандай Гонзо досының мәйітін шығармақ болғанда көлік қолын басып қалып қан жоғалтудан өлген екен. Осы кезде біреу қоңырау шалады. Кейін ол терезеден Джессидің көлігін көреді. Ол далаға шығып, сен не істеп жүрсің деп сұрайды, бірақ артқы орындықтан Тука шығып, тапаншамен Олдты көлікке отырғызады. Қаңыраған дала, көп оқ гильзалары, Джессидің көлігі оқтан тесік болған. Хэнк арнайы топ Туканы ұстауға тырысқанын, бірақ оның қашып кеткенін айтады. Кейін Хэнк Уолтердің үйіне келіп, көлігін тексереді. Үйде Скайлер мен Олд кіші Олдтың жоғалып кеткені туралы мәлімет беріп отырады. Барлық аурухана, мәйітхана және полиция бөлімдері тексерілгені белгілі болады. Сондай-ақ Олд жоғалар алдында біреуге қоңырау шалғаны айтылады. Бірақ Хэнк телефонды тексердік, ешқандай қоңырау болмаған дейді. Сонда бәрі оның екінші телефоны болғанын түсінеді. Осы уақытта Тука олардың телефондарын сындырып тастайды. Кейін көліктің жүк салғышын ашады. Ішінде Олд пен Джесси жатыр. Тука оларды шөл даладағы үйіне алып келеді. Ал Олдтың отбасы жоғалғаны туралы парақшалар таратып жүреді. Үй ішінде Олд пен Джессидің қасында Туканың қарт туысы отыр. Гектор Саламанка. Көп адам оны алғаш көргенде жай арбадағы қарт деп ойлайды. Сөйлей алмайтын, тек қоңырау соғатын әлсіз шал сияқты көрінеді. Бірақ Breaking Bad әлеміндегі ең қауіпті адамдардың бірі дәл осы адам болған. Гектор Саламанка. Саламанка әулетінің басы, картелдің ескі қасқыры. Оның аты аталғанда адамдар үндемей қалатын, себебі ол мейірімділік дегенді білмейтін. Ол Мексикадағы ірі наркокартелдермен жұмыс істеген және өз отбасының бүкіл бизнесін басқарған. Оның тәрбиесімен өскен адамдардың өзі монстрға айналды. Солардың бірі жынды Тука Саламанка. Тука олардың қалталарын ақтарып, Олдтың отбасы бар екенін біледі. Саған сенуге бола ма деп сұрайды. Кейін ол полиция барлық адамдарын ұстап әкеткендігін айтады. Сөйтіп Гонзо өзін сатып кетті деген қорытындыға келеді. Бір кезде Тука уланған метті байқап қалады. Мынау не бәле дейді. Джесси бұл жаңа тауар, өте күшті, адамдарды өлтіріп жібере жаздайды деп жауап береді. Бірақ Тука оны кейінге қояды да өз жоспарын айтады. Қазір бәріміз Мексикаға кетеміз, сол жақта жұмыс істеп ақша табамыз дейді. Алайда Олд менің отбасым бар деп бас тартады. Джесси де кетпейтіндігін айтады. Тука Джессиге жағына бастайды. Сен маған керексің, мына мықты метті сен жасадың ғой дейді. Кейін ол меттің құрамындағы құпия ингредиентті сұрайды, бірақ чили ұнтағын жек көретінін айтып, уланған метті қолданбайды. Тіпті Джессиді өлтірмек болады. Бірақ Олд оны өлтіруге болмайды. Ол менің серігім деп араша түседі. Сонда Тука егер көлікке орын жетпесе, оны осында қалдырамыз, яғни өлі күйінде дейді. Осы уақытта Олд кіші досымен бірге вокзалға парақша ілуге кетеді. Кейін Мэри байқамай екінші телефон туралы айтып қояды. Скайлер Хэнктен не болып жатқанын сұрайды. Олар Олд бір дилерге қарыз болып қашып кеткен шығар деген нұсқаны қарастырады. Хэнк Джессидің үйіне барады. Анасы оның әлі де өз көлігімен жүретінін айтады. Хэнк көліктің орнын анықтауды бұйырады, ал Тука тамақ дайындап жатады. Джесси өзімен қару алмағанына ашуланып отырады. Бір кезде теледидардан Гонзоның мәйіті табылғаны туралы жаңалық шығады. Олд арнаны тез ауыстырып жібереді. Джесси қазір шабуыл жасайық, маған бәрібір жоғалтатын ештеңе жоқ дейді. Бірақ Олд өз жоспарынан бас тартпайды. Ол уланған метті алып Туканы уламақ болады. Сол сәтте Тука келіп, Олд пен Джесси үстелге отырады. Олар қартты үстелге жақындатуға көмектесіп жатқанда, Олд Туканың тамағына уланған метті сеуіп жібереді. Бірақ қарт мұны байқап қалып, қоңырауды тарсылдата бастайды. Дәл Тука тістейін деп жатқанда кенет далаға шығып, нысана ату ойынын ойнамақ болады. Қарт барынша қоңырауды соғып, оның назарын аударуға тырысады. Тука ашуланып, не болды тағы дейді. Сол сәтте ол бір нәрсенің дұрыс емес екенін түсінеді. Ол тез сылтау ойлап тауып, мүмкін теледидардағы арнаны ауыстырғаны үшін ұнатпай қалған шығар дейді. Джесси оны қостап, бәрі сол себептен деп сендіруге тырысады. Бірақ қарт бәрін түсініп қояды. Ол Тукаға өздерін алдап тұрғандарын білдіреді. Осыдан кейін Тука жарылып кетеді. Ол Джессиді көшеге сүйреп шығып, басына тапанша тақайды. Ол не істедіңдер деп айқайлайды. Сол сәтте Джесси жерден тас алып Тукаға лақтырады. Ал Олд олардың оны уламақ болғанын айтып қояды. Осы кезде Джесси Туканың басынан таспен қайта-қайта ұра бастайды. Екеуі алысып кетеді. Олд винтовканы алып көздей алмай қалады. Бірақ Джесси бәрін өз қолына алады. Ол тапаншаны шығарып Туканың ішіне атады.
Кейін екеуі оны шұңқырға лақтырып кетіп қалады. Өздері көлікке қарай қаша жөнеледі. Кенет оларға қарай келе жатқан көлікті байқайды. Алғашында олар Туканың адамдары деп ойлап егістікке қарай тығылады. Бірақ келген адам Хэнк болып шығады. Ол көліктен түсіп атыс басталады. Ақырында Хэнк Туканың басына дәл тигізеді. Кейін жақындап барып денесіне қарайды. Ал Уолт пен Джесси Хэнкті көріп тез арада қашып кетеді. Джесси қаруды көміп тастап жолға шығады. Көп ұзамай Уолт көлікті тоқтатады. Көлікке мінер алдында Джесси батыл жоспар екен. Сен шынымен іске асады деп ойлайсың ба дейді. Осыдан кейін Уолт кетіп қалады. Ал Джесси басқа көлік күтеді. Келесі кадрда Уолттың жалаңаш күйде дүкенге кіріп бара жатқанын көреміз. Кейін ол ауруханада жатады. Қасында Скайлер мен Уолт кіші отыр. Уолт соңғы бірнеше күнде не болғаны есімде жоқ деп айтады. Скайлер Мэримен сөйлескенін айтады. Ал Мэри Хэнкті тергеуге алып кеткендерін жеткізеді. Хэнк болған жағдайда баяндап береді. Полицейлер одан «Сен ол жақта не істеп жүрдің?» деп сұрайды. Хэнк болса бәрін отбасылық мәселемен айналысып жүрдім деп жылы жаба салады. Осы уақытта Джессидің үйіне полицейлер келеді. Себебі оның көлігі Туканың жанынан табылған. Джесси мен Барсук полицейлер кеткенше күтіп, кейін жертөлеге түседі. Олар зертхананы фургонға көшіріп, Барсуктың туысына береді. Ол мұның бәрі үшін $1000 сұрайды. Кейін жігіттер полицияны алдап кетудің жоспарын ойластырады. Дәрігер Уолтты тексеріп, ең соңғы есінде алған нәрсе не деп сұрайды. Уолт тез бірдеңе ойдан құрастырып айтады. Кейін дәрігер анализдерде метастаз жоқ екенін, жағдайы жақсы екенін хабарлайды. Уолт бұл жағдай таблеткалардың әсерінен болуы мүмкін екенін айтады. Кейін қашан шығаратынын сұрайды. Дәрігер қайта анализ тапсырып, психиатриялық тексеруден өткен соң ғана дейді. Осы кезде арнайы жасақ Джесси тығылып жатқан отельге шабуыл жасауға дайындалып жатады. Ол жерде Джесси бір нашақор қызбен отырған еді. Джессиді тез ұстап алып тергеуге апарады. Тергеуде Хэнк соңғы 3 күнде қайда болдың деп сұрайды. Джесси қонақ үйде қызбен көңіл көтердім деп жауап береді. Кейін әңгіме оның көлігіне ауысады. Джесси көлікті ұрлап кеткенін айтады, бірақ полиция оны әлдеқашан тауып қойған. Кейін Хэнк көлікте бір нәрсе қалдырмадың ба деп сұрайды. Джесси ештеңе түсінбегендей болады. Сол кезде Хэнк ақша толы сөмкені шығарады. Джесси оның өзінікі емес екенін айтып өтірік айтады. Хэнк сенбей, кейін Вендиден жауап алуға кетіп қалады. Бірақ ол да Джессидің сөзін растайды. Тергеу сәтсіз аяқталған соң, Хэнк басқа жоспар ойластырады. Ал Уолт психологтың қабылдауында отырып, ауруханадан шыққысы келетінін айтады. Бірақ психолог әзірге бұл мүмкін емес дейді. Кейін Уолт олардың әңгімесі құпия сақталатынын сұрайды. Психолог бәрі құпия болатынына сендіреді. Осыдан кейін Уолт шындықты айта бастайды. Оның ешқандай ұстамасы болмағанын, бәрін өзі ойлап шығарғанын айтады. Дүкенге жалаңаш кіруінің себебі соңғы 3 күнде қайда болғанын түсіндіргісі келмеген еді. Кейін полиция қартты, яғни Туканың туысын алып келеді. Олар одан кешке Джесси сендерде болды ма деп сұрайды. Бірақ қарт үндемей, тек ашулы көзқараспен Джессиге қарай береді. Кейін оның жағдайы нашарлап кетіп, тергеу тоқтайды. Соның арқасында Джессиді босатып жібереді. Джесси әкесіне қоңырау шалып, жұмысқа апарып тастауды сұрайды. Бірақ әкесі бас тартады. Джесси телефонды Вендиге беріп, оған алғыс айтады да екеуі қоштасады. Сол уақытта Уолт ауруханада жатып қоңырау алады. Телефонда автоматпен хабарласқан Джесси еді. Олар бір-біріне не болғанын айтып береді. Кейін Уолт зертхана жайлы сұрайды. Джесси бәрін тазалап, фургонды Барсуктың туысына апарып бергендерін айтады. Сонда Уолт, сонда сен әлі де мед қайнатқың келе ме деп сұрайды. Джесси не өзгерді сонша деп жауап береді. Түнде Уолт ауруханадан жасырын шығып кетеді. Ол үйіне барып, ақша мен қаруды басқа жерге жасырады. Кейін ештеңе болмағандай ауруханаға қайта оралады. Келесі күні таңертең Хэнк метиламин ұрланған жердің бейне жазбасын қайта-қайта қарап отырады. Сол кезде серіктесі келіп, жұмыстан аздап демалайық, 1-2 сыра ішейік, мен төлеймін дейді. Екеуі кабинеттен шыққанда бөлімшедегілердің бәрі Хэнкті құттықтай бастайды. Себебі ол Туканы жою операциясын сәтті аяқтаған еді. Оған торт сыйлап, естелік кәдесый береді. Ал Уолт ауруханадан шығуға дайындалып жатады. Сол кезде Хэнк келіп, қалың қалай деп сұрайды. Уолт, жақсымын, дәрігерлер мұндай жағдай енді қайталанбайды деді деп жауап береді. Кейін ол Хэнктен өзін іздеп әуре болған үшін кешірім сұрайды. Хэнк болса, уайымдама, болды, ұмытайық дейді.
Уолт үйіне қайтады. Кешке көңіл күйін көтермек болып, қалпақ пен көзілдірік киіп, Скайлердің үйіне келеді. Скайлер күліп жібереді. Кейін екеуі төсекке жатады. Бірақ дәл сол кезде Скайлер «Сенде екінші телефон бар ма?» деп сұрайды. Уолт еш ойламастан «Жоқ, ешқандай екінші телефоным жоқ» дейді. Осыдан кейін екеуі ұйықтауға жатады. 4-ші серия. Қорғаныш киім киген біреу бассейннен күйіп кеткен ойыншықты алып шығады. Оны басқа айғақтардың жанына қояды. Сол жерден Уолтердің көзілдірігін де көруге болады. Түнде Джесси дүкен маңында Уолтпен кездеседі. Олар жұмысқа қашан қайта оралатынын талқылайды. Джесси Хэнктің барлық ақшасын тартып алғанына шағымданады. Тіпті Уолттағы ақшаның жартысын сұрайды. Бірақ Уолт әңгімені кейінге қалдыруды ұсынады. Таңертең Уолт бүкіл отбасы үшін таңғы ас дайындайды. Барлығы ас ішеді. Кейін Уолт кішінің досы келіп, екеуі бірге кетеді. Үйде тек Уолт пен Скайлер қалады. Уолт екінші телефон туралы түсініктеме беруге тырысады. Ол әлгі қоңырау дәрілерді уақытында ішуге арналған оятқыш болғанын айтады. Бірақ Скайлер үндеместен көлігіне отырып кетіп қалады. Осы уақытта Джессидің ата-анасы оны үйден қуып шығарады. Олар оның есірткі қолданатынын және мет өндіретінін біліп қояды. Джесси ақталуға тырысады, бірақ анасы жертөледен зертхананы көргенін айтып береді. Олардан жертөленің кілті бар екені анықталады. Ата-анасы оған үйден кету үшін 72 сағат уақыт береді. Әйтпесе полицияға хабарлайтындарын айтады. Уолт газет оқып отырған кезде Скайлер үйге келеді. Ол сөйлеуге тырысады, бірақ Скайлер оған мүлде көңіл бөлмейді. Джесси анасына тағы бір рет өтініш жасап көреді. «Мені қуып жібермеңдерші, мен түзелемін» дейді. Бірақ анасы шешімін өзгертпейді. «Кілтіңді қалдыр да кет» дейді. Осы кезде Уолт ас үйде бір нәрсе дайындап жүреді. Біреу есікті қағады. Бұл Уолт кішінің досы. Ол Уолт кішіні Флинн деп атай бастайды. Бірақ Уолтқа бұл мүлде ұнамайды. Кейін ол бұл мәселені Скайлермен талқыламақ болады. Алайда Скайлер тағы да үндемей кетіп қалады. Сол сәтте Джесси қоңырау шалады. Ол үйден қуылғанын айтып, шұғыл түрде ақша керек екенін жеткізеді. Уолт оған бұрын берген $100 еске салады. Джесси болса «Рахмет, Рокфеллер мырза, бірақ бұл баспана мәселесін шешпейді» дейді. Ол жағдайдың қаншалықты қиын екенін түсіндіруге тырысады, бірақ Уолт оны тыңдағысы да келмейді. Содан соң Джесси ескі досы Полға барып, бірнеше күн паналатуды сұрайды. Екеуі отырып сөйлеседі, гитара ойнайды. Тіпті Джесси бұрынғы музыкалық топтарын қайта жинауды ұсынады. Бірақ сол кезде Полдың әйелі келеді. Ол күйеуін бөлек шақырып сөйлеседі. Бірнеше минуттан кейін Пол қайта келіп, «Кешір, бірақ сені қалдыра алмаймын» дейді. Осыдан кейін Джесси таныстарының бәріне хабарласады, бірақ ешкім оны қондырғысы келмейді. Оның үстіне велосипедте ұрланып кетеді. Барар жері қалмаған соң Джесси фургон тұрған автотұраққа келеді. Қоршаудан асып түсіп, байқамай биодәретханаға құлап кетеді. Үстіне көк түсті лас сұйықтық төгіледі. Соның салдарынан өзі де көгеріп кеткендей болады. Әзер дегенде фургонға жетіп, ішіне кіріп ұйықтап қалады. Таңертең Скайлер тағы да белгісіз жаққа кетіп қалады. Ал Уолт Флиннді көлік жүргізуге үйретпек болады. Басында бәрі жақсы жүргендей көрінеді. Бірақ Уолт оның екі аяғында педалға қойғанын байқайды. Мұның дұрыс емес екенін түсіндіреді. Флинн болса осылай ыңғайлы екенін айтады. Соның кесірінен олар тұрақтан шыға жаздап әрең тоқтайды. Осы уақытта фургон иесі біреудің ішке кіргенін байқайды. Қолына мылтық алып фургонды ашады. Ал ішінде жартылай өліп жатқан Джессиді көреді. Ол фургонның жөнделгенін айтып, енді Джесси оған $1500 қарыз екенін хабарлайды. Бірақ Джессиде ондай ақша болмайды. Ол төлемді кейінге шегеруді сұрайды. Сөйтіп қарызы $1750 дейін өседі. Бірақ бұл ұсыныста фургон иесіне ұнамайды. Ол Джессиге тағы да қысым жасап, ақшаны тезірек төлеуді талап етеді. Джесси қарызын $2000 дейін көтеруге келіседі. Алайда бұл да көмектеспейді. Фургон иесі оны аумақтан қуып шығады. Артынша біреуге хабарласып, фургон мен зертхананы сатуға келісе бастайды. Мұны естіген Джесси тәуекелге бел буады. Ол қоршаудан қайта асып өтіп, фургонды ұрлап кетеді. Осы уақытта Уолт Скайлермен сөйлесуге тағы бір мүмкіндік іздейді. Ол барлық қателіктері үшін кешірім сұрап, отбасын қатты жақсы көретінін айтады. Сондай-ақ оларды жоғалтқысы келмейтінін жеткізеді. Бірақ Скайлер нақты жауап күтеді. «Не болып жатқанын айтшы» дейді. Уолт болса тағы да нақты ештеңе айтпайды. Сол себепті Скайлер ашуланып үйден кетіп қалады.
Біраздан кейін Уолт сыртқа шығып фургонды көреді. Ішіне кірсе, онда Джесси отыр екен. Уолт бірден ашуланып, сен мұнда не істеп жүрсің дейді. Джесси кешірім сұрап, ақшадағы өз үлесін талап етеді. Бірақ Уолт оған қарсы шығады. Бұл ақшаны табуға негізгі еңбекті мен сіңірдім дейді. Осы сөзден кейін Джессидің шыдамы таусылады. Екеуінің арасында төбелес басталады. Біраздан кейін ашулары басылып, үйге кіреді. Уолт ақыры Джессиге тиесілі ақшасын береді. Кейін оған бірге тамақтануды ұсынады. Сол уақытта Скайлер дүкеннен шығып келеді. Көлігіне отырып, бір қорап темекі шығарады. Осылайша ол қайтадан темекі шеге бастайды. Бірнеше адам өзеннен жүзіп өтіп келеді. Жағаға шыққанда олар Туканың бриллианттан құйылған тісін тауып алады. Осы кезде Уолт ем қабылдап жүр. Ол дәрігермен сөйлесіп, ем ақысын төлейді. Кейін үйіне қайтады. Үйде Скайлер біреумен телефон арқылы сөйлесіп отырады. Ол ауруханада жатқан 3 күн үшін үлкен есеп-шот келгенін айтады. Барлығы шамамен $13,000 болған. Скайлер Гретхен мен Эллиотқа хабарласып, көмек сұрауды ұсынады, бірақ Уолт бұл мәселені өзі шешетінін айтады. Түнде ол жасырылған ақшасын шығарып қарайды. Кейін өзін жайсыз сезініп, дәретханаға барып құса бастайды. Ауруының әсері әлі де байқалып тұрған еді. Соған қарамастан Уолт бәрін бақылауда ұстап тұрғандай көрінуге тырысады. Бірақ оның өмірі күн өткен сайын күрделене түседі. Дәретхананың іші де сәл бітеліп қалған еді. Ол оны жөндемек болып әрекет етеді. Сол сәтте су бетіне бір қорап темекі қалқып шығады. Хэнк жұмыста отырғанда бастығы оны шақыртады. Одан жағдайдың қалай екенін сұрайды. Ол қалада мет азайғанын, бірақ Хайзенберг атты жаңа аттың пайда болғанын айтады. Хэнкті қызметте жоғарылатады. Ол түскі үзіліске шығып кетеді. Лифт ішінде кенеттен өзін жайсыз сезінеді, бірақ ол тез басылып қалады. Осы уақытта Джесси Барсукқа келіп, жөндеу жұмыстары үшін ақша береді. Ол уәдесінде тұрғанын айтады. Пинк фургонын сол жерге қойғысы келеді және бағасын сұрайды. Олар қымбат бағаға келісіп қояды. Джесси ақшасын төлейді. Содан кейін өзіне жаңа көлік алады. Кейін бір жас жігіт үйді көруге келеді. Үй оған ұнайды. Иесі құжат толтыру керектігін айтады. Егер бәрі дұрыс болса, кейін хабарласатынын айтады. Бірақ Джесси менде уақыт жоқ, жағдайым қиын деп құжатсыз шешкісі келетінін айтады. Қыз келіседі, бірақ бағаны көтереді. Осы кезде үйдің ауласында Мэри пайда болады. Біреудің әрекетіне таңғалып жағдайды сұрайды. Атмосфера шиеленісіп, әңгіме созыла түседі. Сол уақытта Уолт пен Скайлердің арасы тағы да күрделене түседі. Скайлер одан шындықты айтуды талап етеді, бірақ Уолт бәрін жасырып, нақты жауап бермейді. Ал Скайлер ашуланып үйден шығып кетеді. Сол уақытта Хэнк гаражында сыра қайнатып жатады. Кенет бөтелкелердің біреуі жарылып кетеді. Шыны сынықтар ұшып, Хэнктің қолын жаралайды. Кешке қарай Уолт пен Джесси далада кездеседі. Екеуі қайтадан мет дайындауға кіріседі, бірақ бір мәселе туындайды. Егер өнім дайын болса, өнімді сататын адам жоқ еді. Уолт Джессиге сатумен айналысуды ұсынады, бірақ Джесси бас тартады. Ол полицияда өзіне қатысты материалдар жиналып қалғанын айтады. Сондықтан тағы да көзге түскісі келмейді. Сол кезде Джесси Тука сияқты жүйе құрып, адамдар арқылы сатуды ұсынады. Алайда Уолт бұған бірден келіспейді. Ол екеуі серіктес екенін еске салады. Сондықтан барлық шешімді бірге қабылдау керек дейді. Джесси болса бұл іспен өз айналысатынын мәлімдейді. Егер араласпасаңдар, мен кетемін дейді. Ақыры өз дегеніне жетеді. Біраздан кейін Джесси достарын шақырады. Олар Тоши, Пит, Комбо және Барсук болатын. Алдымен оларға үйін көрсетіп шығады. Содан кейін негізгі әңгімеге көшеді. Джесси қолында көп товар бар екенін айтады, ал болашақта оның көлемі одан да көбейетінін түсіндіреді. Енді өнімді өзі емес, осы жігіттер сатуы керек болады. Достары ұсыныспен келіседі. Осы уақытта Уайттар отбасы Хэнк пен Мэриге қонаққа келеді. Барлығы дастархан басында отырып, Хэнктің қызметтегі жоғарылауын талқылайды. Бір кезде Скайлер орнынан атып тұрып, үй ішіне кіріп кетеді. Мэри оның соңынан барады. Сөйтсе Скайлер әлі күнге дейін Мэридің бұрынғы әрекетін ұмыта алмаған екен. Ақыры Мэри кешірім сұрайды. Осыдан кейін арадағы жағдай біршама түзеледі. Көңілді музыка ойнап тұрған кезде Джессидің жігіттері өнімді тарата бастайды. Бәрі жоспар бойынша жүріп жатқандай көрінеді, бірақ кенет бір әйел айғайлап жүгіріп келеді. Оның соңынан Пит жүгіреді. Алайда әйел оны арнайы дайындалған тұзаққа алып келеді. Келесі күні Джесси мен Уолт тағы да далада кездеседі. Олар ақша мен товарды алмастырады, бірақ Уолт табыстың ішінде $1000 жетпейтінін байқайды. Ол Джессиден түсініктеме талап етеді. Джесси жігіттердің біріне шабуыл жасалғанын айтады. Ақша мен өнімнің бір бөлігін тартып алып кеткен екен. Уолт бұған қатты ашуланады. Ол Джессиді әлсіз сатушы деп кінәлайды. Егер сен тонап кетсе, демек сені ешкім сыйламайды дейді.
Джесси болса, онда мен не істеуім керек деп сұрайды. Осыдан кейін Уолт үйіне қайтады. Ол Скайлермен сөйлесуге тырысады, бірақ әңгіме тағы да сәтсіз аяқталады. Екеуінің арасындағы қарым-қатынас бұрынғыдан да салқындай түседі. Ашуланған Уолт орнынан тұрып кетеді. Ол тауып алған темекі қорабын алып келеді. Сосын оны Скайлердің бетіне тақап көрсетеді. Темекіні өз шеккенін мойындатқысы келеді. Бірақ Скайлер ештеңені жасырып әуре болмайды. Ол жүйкесі сыр бергенін айтып ақталады. Дегенмен Уолт бұл сөзге сенбейді. Сол күні Хэнкті қатты дыбыс оятады. Ол бірден төсектен атып тұрады. Қолына қаруын алып, дыбыс шыққан жаққа жүреді. Гаражға кіргенде бәрінің себебі сыра бөтелкелері екенін көреді. Қысымға шыдамаған бөтелке жарылып кеткен екен. Дәл осы уақытта Уолт Джессидің үйіне келеді. Бұрынғы әңгімелерін есіне салады. Джесси одан не істеу керектігін сұраған болатын. Уолт қолындағы қаруды көрсетеді. Бұл Джессидің өз тапаншасы еді. Сосын қысқа ғана жауап береді: мәселені шеш. Келесі күні Хэнк өзен жағасына келеді. Ол өзімен бірге алып жүрген естелік затқа қарайды. Сосын оны суға лақтырып жібереді. 6-шы серия. Джесси жол жиегінде отырып темекі шегіп отырады. Сонымен қатар бір қоңызбен ойнап отырған еді. Біраздан кейін оған Пит келеді. Ол Джессиге өздерін алдаған адамдардың мекен-жайларын береді. Джесси олардың аттарын сұрайды. Біреуінің атын біледі, ал әйелдің кім екенін нақты айта алмайды. Джесси көлікте отырып біраз ойланады. Кейін қаруын алып көрсетілген мекен-жайға қарай жол тартады. Үйдің алдына келген соң есікті қағады. Ішінен не айтатынын қайталап дайындап тұрады. Ол ақшасын қайтаруды талап етпек болады, бірақ дәл сол кезде поштаны байқап қалады. Біраз күткеннен кейін үйге ешкім кірмегенін көреді. Ақыры терезені сындырып ішке кіреді. Алайда үйден тек кішкентай баланы ғана табады. Джесси оның ата-анасы қайда екенін сұрайды, бірақ бала жауап бермейді. Тек қарны ашқанын ғана айтады. Осы уақытта Скайлер азық-түліктерді реттеп жатады. Сол кезде оған Гретхен қоңырау шалады. Екеуі амандасып, біраз сөйлеседі. Скайлер оған Уолтқа көмектескен үшін алғыс айтады, бірақ Гретхен не туралы айтып тұрғанын түсінбей қалады. Сондықтан кездесіп сөйлесуді ұсынады. Осы уақытта Уолт сабақтарын өткізіп болған соң мектептен шығады. Сол кезде оған бұрынғы танысы келеді. Ол Уолттың жағдайын сұрап, қажет болса көмектесуге дайын екенін айтады. Ал кіші Уолт мектептен шығып көлікке қарай беттейді. Жолда бір топ оқушының мазақ қылып жатқанын көреді. Сол уақытта Джесси әлі де үйде отыр еді. Ол баланы тамақтандырып, оған аздап көңіл бөледі. Кішкене бала ұзақ уақыттан бері дұрыс қараусыз қалғандай көрінеді. Джесси оның өміріне қарап іштей қынжылады. Біраздан кейін үйге баланың ата-анасы келеді. Джесси баланы бөлмесіне кіргізіп қояды. Артынша тапаншасын алып ас үйге барады. Ол екеуін ас үйде ұстап алады. Айқайлап ақшасы мен тауарын қайтаруды талап етеді. Үндемеңдер деп оларды тоқтатады. Осы уақытта ол үйіне қайтып келеді. Үйінің алдында қымбат көлік тұрғанын байқайды. Нөмеріне қарап, оның Гретхен екенін түсінеді. Үйге кірген кезде кіші Уолт миссис Шварцқа алғыс айтып жатады. Өйткені ол олардың Уолтқа көмектесіп жүргеніне сенген еді. Гретхен де жағдайды бұзбай әңгімеге қосыла кетеді. Артынша кететін уақыт болғанын айтып орнынан тұрады. Уолт оны сыртқа дейін шығарып салады. Кейін екеуі жеке сөйлесуге келіседі. Ал Джесси болса әлгі нашақорлардан ақшасын өндіріп алуға тырысып жатыр. Ол екеуіне қалталарын босатуды бұйырады, бірақ олардың ақшаның бәрін баяғыда жұмсап қойғаны белгілі болады. Осы сәтте Джессидің жүйкесі сыр бере бастайды. Ол қалған метті алып қояды. Сосын ақшаның қалған бөлігі қайда екенін сұрайды. Ер адам бәрін қайтаратынын айтып ақтала бастайды. Кейін олар артқы аулаға шығады. Сол жерде ескі банкомат тұрған болатын. Ер адам банкоматты ашып, ішіндегі ақшаны бөлісуді ұсынады. Бірақ қанша тырысса да оны аша алмайды. Сөйтсе бұл олардың бұрында бұза алмаған банкоматы екен. Мәселе мынада еді. Банкомат өте мықты болып шығады. Бұрында одан ақшаны ала алмаған болатын. Джесси оған жұмысты жалғастыруды бұйырады. Өзі болса баланың жағдайын көруге кетеді. Бөлмеге кіргенде баланың ұйықтап жатқанын көреді. Осы көрініс оны тағы да ойландырады. Қайтып келген соң баланың анасына ұрса бастайды. Ол әйелдің ана ретінде мүлде жауапсыз екенін айтады. Әйел болса бәрін күлкіге айналдырады. Осы кезде Джессидің ашуы шегіне жетеді. Ол қолына ауыр балық алады. Сөйтіп банкоматты өзі ұра бастайды. Дәл осы уақытта Уолт Гретхенмен кафеде кездеседі. Гретхен оның емақысын қалай төлеп жүргенін сұрайды. Уолт бұл сұраққа жауап бергісі келмейді, бірақ Гретхен сұрауын жалғастыра береді. Ақыры Уолттың жүйкесі шыдамайды. Ол бұрынғы реніштерін бетіне басады. Өзін жобадан шығарып жібергендерін еске салады. Сосын ашуланып кетіп қалады.
Джесси банкоматтың ашылғанын күтіп отырады. Сол кезде бөлмеден кішкентай бала шығып келеді. Ол ештеңеден бейхабар болып ойнай бастайды. Джесси оған қарап отырғанда үй ішіндегі жағдайдың қаншалықты ауыр екенін тағы байқайды. Осы уақытта әйел кенеттен ашуға мініп кетеді. бір нәрсемен ер адамның басынан ұрып жібереді. Ер адам есеңгіреп талып қалады. Ал Уолт үйінде отырып сыра ішпек болады. Сол сәтте Скайлер келеді. Ол Гретхеннің өзіне хабарласқанын айтады. Гретхен енді Уолттың емін төлеуге көмектесе алмайтынын жеткізген екен. Бірақ Уолт бәріне дайын жауап ойлап қойған болатын. Ол Эллиотпен кездескенін айтады. Кейін Эллиоттың жобасы сәтсіздікке ұшырағанын айтып береді. Сондықтан оларды да ақша қалмаған деген өтірік айтады. Біраз уақыт өткен соң Джесси есін жинайды. Ол әлгі ер адамның банкоматта бұрғылап жатқанын көреді. Ал әлгі адам әйелден тағы бір доза сұрай бастайды. Әйел оған ашулана түседі. Екеуінің арасында жанжал басталады. Ер адам тоқтамай сөйлей береді. Ақыры әйелдің шыдамы таусылады. Бір сәтте бәрі күтпеген жағдай болады. Әйел банкоматты итеріп жібереді. Ауыр банкомат ер адамның үстіне құлап түседі. Джесси болған жағдайды өз көзімен көреді. Ер адам сол жерде жан тәсілім етеді. Ал әйел болса ешқандай өкініш білдірмейді. Керісінше өз дозасын алып кетіп қалады. Джесси өз-өздерін сүртіп шығады. Банкомат ақыры ашылады. Ол ішіндегі ақшаны жинап алады. Кейін жедел жәрдем қызметіне хабар береді. Үйден кетіп бара жатқанда бір нәрсе есіне түседі. Үйдегі кішкентай бала. Джесси қайтадан ішке кіреді. Баланы көтеріп алып сыртқа шығарады. Оны қауіпсіз жерге апарады. Содан кейін ғана оқиға орнынан кетеді. 7-ші серия. 3 мексикалы жолда ән айтып келе жатады. Ән ішінде Хайзенбергтің аты да аталады. Осы уақытта Уолт сабақта оқушыға түсінбеген тақырыбын түсіндіріп жатыр. Сол себепті оқушы бақылаудан төмен баға алған болатын. Ал Уолттан аяушылық танытып, бағасын көтеруді сұрайды. Әйтпесе жазғы сабаққа қалып қоямын дейді. Бірақ Уолт келіспейді. Ол оқушыны шығарып жібереді. Кейін төбеге жасырылған телефонды алып шығады. Және Джессиге хабарласады. Алайда Джесси қоңырауға жауап бермейді. Сабақтар аяқталған соң Джесси үйіне келеді. Сол кезде үй иесі сыртқа шығады. Оның аты Джейн еді. Алғаш көргенде өте сыпайы, әрі жағымды адам сияқты көрінеді. Бірақ Джесси өзін таныстырып, есікті ашуын сұрағанда, ол бірден келісе қоймайды. Джейн оған күмәнмен қарайды. Сол кезде есік ашылып кетеді. Осылайша Уолт ішке кіреді. Ол Джессиге бірден сұрақ қояды. Мен саған хабарласа алмай жатқанда немен айналысып жүрсің? Джесси Уолтқа алдыңғы күні болған оқиғаның бәрін айтып береді. Банкомат, нашақорлар және бала туралы қысқаша түсіндіреді. Кейін Уолтқа тиесілі ақшаны қайтарып береді. Дәл сол сәтте Джессидің телефоны шырылдайды. Қоңырау шалған оның достары еді. Олар Джессиге тауар тауып қойғандарын хабарлайды. Әңгіме аяқталған соң Уолт Джессиден сұрайды: сатумен айналысуды жалғастырасың ба? Бірақ Джесси нақты жауап бермейді. Ол әлі де соңғы оқиғалардың әсерінен арыла алмаған еді. Осы уақытта Хэнкті Мексикаға ауыстырады. Жаңа әріптестерінің ортасына келгенде атмосфера біртүрлі суық болып көрінеді. Хэнк әдеттегідей әзілдеп көреді, бірақ ешкім күлмейді. Біраздан кейін бөлім басшысы келеді. Ол алда есірткі картеліне қарсы операция жоспарланып жатқанын хабарлайды. Барлығы дайындыққа кіріседі. Сол уақытта Джесси достарымен кездеседі. Ол тауарды беріп, ақшаны жинап алады. Кейін көшеде қандай әңгіме тарап жатқанын сұрайды. Достары бір қызық жаңалық айтады. Банкоматпен болған оқиға туралы қауесет бүкіл ауданға тарап кеткен екен. Көпшілік Джесси әлгі адамның басын банкоматпен жаншып тастады деп ойлайды. Ал Джесси бұл сөздерді үнсіз тыңдап қалады. Осы уақытта Скайлер бұрынғы жұмысына қайта оралуды ойлайды. Ол өтініш жазып, бұрынғы бастығының кеңсесіне барады. Бұл Бенека болатын. Екеуі бұрыннан таныс болғандықтан жылы сөйлеседі. Біраз әңгімеден кейін Бенека оған бұрынғы орнын қайта ұсынады. Скайлер келісімін береді. Ал Уолт Джессиге қаланың картасын көрсетеді. Ол сауда аумағын кеңейту керек екенін айтады, бірақ Джесси бұған қарсы болады. Ол бұдан да көп проблема туындайды деп есептейді. Сонда ол оған мысал келтіреді. Тікенекті балық. Ол қауіп төнгенде үлкейіп көрінеді дейді. Бізде дәл солай өсуіміз керек деп түсіндіреді. Ақыры Джесси оның сөзіне көнеді. Осы уақытта Хэнк әріптестермен бірге мексикалық информатормен кездеседі. Ол картель мүшелерінің кездесу орнын айтуы керек болатын. Бірақ әлгі адам аса асығар емес. Ол үйіне қандай жиһаз алатынын талқылап отырады. Агенттер бұған ашулана бастайды. Ақыры ол өзін тортуга деп таныстырады. Яғни испан тілінен аударғанда бұл сөз тасбақа деген мағынаны білдіретін еді. Біраздан кейін ол қажетті ақпаратты береді. Сол уақытта Мэри мен Скайлер Хэнктің жұмысы туралы сөйлесіп отырады. Әңгіме арасында Скайлер жұмысқа орналасқанын айтады. Кешке Уолт үйге келеді. Бірден душқа кіріп кетеді. Душта тұрғанда қатты жөтеле бастайды. Оның денсаулығы бұрынғыдай емес екені анық байқалады.
Келесі күні кіші Уолт анасының жұмысқа тұрғанын біледі. Ол бұған таңырқайды. Кейін Уолт та бұл туралы естиді. Ол Скайлердің жүкті екенін еске салып, жұмыс істемеуін сұрайды. Бірақ Скайлер өз шешімінен бас тартпайды. Ол көлігіне отырып жұмысқа кетіп қалады. Осы уақытта Джесси үйінен шығады. Сыртта Джейннің сурет салып отырғанын көреді. Ол оның суретіне қызыға қарап қалады. Джейннің талантты екені бірден байқалатын. Кейін оның татуировка салонында жұмыс істейтіні белгілі болады. Дәл сол кезде мотоцикл мінген бір адам келіп тоқтайды. Ол Джессиге ерекше құрмет көрсетеді, себебі банкомат оқиғасы туралы естіген екен. Оның ойынша Джесси өте қауіпті адам болып көрінеді. Ал осы кезде шекара маңында Хэнк әріптестермен жұмысын жалғастырып жүреді. Бір кезде ол алыстан бір қозғалысты байқайды. Алғашында ештеңе түсінбейді, бірақ жақындаған сайын көрініс анықтала түседі. Олар Тартуганың кесілген басын көреді. Бас тасбақаның сауытына бекітілген еді. Бұл картельдің қорқыту үшін қалдырған ескертуі болатын. Хэнктің іші бір түрлі болып кетеді. Ол дәлел жинауға арналған пакеттерді алып келуге кетеді. Ал қалған агенттер оның реакциясын мазақ қыла бастайды. Дәл сол сәтте агенттердің бірі тасбақаны көтеріп қарайды. Сол сәтте тасбақаның басына орнатылған бомба жарылып кетеді. Хэнк бірден жарылыс болған жерге қарай жүгіреді. Айнала қан жоса, дене бөлшектері шашылып жатыр. Осы уақытта Джесси достарымен кездесіп, дилер санын көбейту керек екенін айтады. Оның ойынша, әрқайсысы өздеріне көмекшілер тауып, сатылым ауқымын кеңейтуі тиіс. Кейін Джейн заттарын жинастырып жатады. Сол кезде Джесси келіп, екеуі біраз сөйлеседі. Соңында бір күні бірге түскі ас ішуге келіседі. Ал Джесси болса жаңа теледидарын орнатып жатқан еді. Ол Джейннің үйіне келгенін естіп сыртқа шығады. Артқы аулада ол өзінің шын мәнінде немен айналысатынын айтып береді. Таңғаларлығы, Джейн бұған аса қатты таңданбайды. Кейін Джесси оны бірге теледидар көруге шақырады. Көк экранға қарап отырған кезде Джейн оның қолынан ұстайды. 8-ші серия. Барсук отырған орындыққа бір жігіт келіп отырады. Ол бірдеңе сататынын сұрайды. Тіпті оның жасырын полиция екеніне сенімді екенін айтып мазақтай бастайды. Әлгі жігіт қайта-қайта доза сатуды өтінеді, бірақ Барсук оған сенбейді. Ақыры жігіт кетпек болғанда Барсук оны тоқтатады. Футболкасын көтеріп, микрофон тағып жүрме, соны тексермек болады. Ешқандай микрофон табылмайды. Дегенмен Барсук әлі де күмәнданады. Сонда жігіт қызық дәлел келтіреді. Ол конституция бойынша полицейден полицейсің ба деп сұрасаң, ол шындықты айтуы керек дейді. Барсук бұған сеніп қалады, сұрақ қояды. Әлгі жігіт жоқ деп жауап береді. Барсук оған тауарды сатады. Бірақ дәл сол сәтте жігіт тапанша шығарады. Теледидарда Саул Гудманның жарнамасы көрсетіліп жатады. Джесси мен Джейн төсекте жатыр. Джесси оған бірге шегуді ұсынады, алайда Джейн бас тартады. Сосын бір жаққа жинала бастайды. Кетер алдында ол Джессиге 18 ай бойы есірткі қолданбағанын дәлелдейтін жетонын көрсетеді. Уолт Скайлерді жұмысқа апарып тастайды. Дәл сол кезде телефоны шырылдайды. Қоңырау шалған Мэри. Ол қатты абыржып тұрғанын айтады. Уолт не болғанын сұрайды. Содан кейін бірден Хэнкке қарай асығады. Жолда Мэри болған жағдайды қысқаша түсіндіреді. Уолт палатаға кіріп Хэнктің жағдайын сұрайды. Белгілі болғандай, басшылық Хэнктен күдіктене бастапты. Себебі жарылыстан жалғыз өзі ауыр жарақат алмаған. Сондықтан оны уақытша үйіне қайтарған. Уолт оған қолдау білдіреді. Кейін Джессиге барып ақшаны бөлісе бастайды. Есептеп отырып $8,000 жетпейтінін байқайды. Оның қайда кеткенін сұрайды. Джесси Барсуктың барлық тауарды әлі сатып үлгермегенін түсіндіреді. Бірақ кешке дейін бәрін өткізіп, ақшаны әкелетініне сенімді болады. Ол тоған бірден қоңырау шалуды бұйырады, алайда Барсук телефон көтермейді. Сонда Джесси Комбоға хабарласады. Сөйтіп Барсуктың ұсталып қалғанын біледі. Комбо мен басқалары Джессиге Барсуктың ұсталғанын толық айтып береді. Ал Хэнк болса бөлімшеге келіп, онымен сөйлесуге шешім қабылдайды. Ол Барсукке қарап, маған бәрін айтып бер дейді. Хэнк оның көзіне тіке қарап, жеткізушінің кім екенін білгісі келеді. Бірақ дәл сол сәтте кабинетке адвокат кіріп келеді. Ол полицейді сыртқа шығарып жібереді. Бұл адам Саул Гудман болатын. Ол істің материалдарын қарап шыққанын айтады. Сондай-ақ қолдан келген көмектің бәрін жасайтынын жеткізеді. Саул Барсукке тағы бір телефон қоңырауын ұйымдастырмақ болады. Сол арқылы ол таныстарына хабарласып, ақша мәселесін шешуі тиіс еді. Дәлізге шыққан соң Саул Хэнктің бір полицеймен сөйлесіп тұрғанын байқайды. Ол жақындап келіп, әңгіменің не жайлы екенін сұрайды. Хэнк оны келеме жей бастайды, бірақ Саул да қалыспай жауап қайтарады. Да припадочная шлюха лучше сыграет. Ты это про свою мамашу, что ли? Біраз уақыттан кейін Уолт пен Джесси Саулдың кеңсесіне келеді. Екеуі қайсысы сөйлесетінін анықтау үшін тиын лақтырады. Нәтижесінде Уолт жеңіліп қалады.
Сондықтан Саулмен сөйлесуге өзі кіреді. Ақшаны бергеннен кейін Саул Барсуктың босап шығатынын айтады, бірақ бір үлкен мәселе бар екенін түсіндіреді. DEA қызметкерлері Хайзенберг деген адамды іздеп жатыр екен. Олардың ойынша Барсук сол адаммен байланыста. Сондықтан босап шығу үшін біреуді Хайзенберг ретінде көрсету қажет болады. Мұндай жоспар Уолтқа ұнамайды. Ол басқа жолын табуды сұрайды, алайда Саулдың айтуынша басқа амал жоқ. Немесе жалған Хайзенберг табылады, немесе Барсук ұзақ мерзімге қамалады. Сол кезде Уолт Саулға $10,000 ұсынып көреді. Бір нәрсе ойлап табуын сұрайды, бірақ Саул параны алмайды. Тіпті қажет болса, полиция шақыратынын айтып қорқытады. Амалсыздан Уолт көлікке қайтып келеді. Болған әңгіменің бәрін Джессиге айтып береді. Сол кезде Уолттың басына бір ой келеді. Олар кеңсе жабылғанша күтіп отырады. Кейін Саулды ұстап алып қала сыртына апарады. Оны тізерлетіп қойып сөйлеседі. Уолт оған әлгі $10,000 алу керек болғанын айтады. Джесси Барсукқа ең жақсы қорғау ұйымдастыруын талап етеді. Ешқандай келісімге келмеу керек екенін де ескертеді. Бірақ Саул DEA агентін тоқтата алмайтынын түсіндіреді. Оның айтуынша, Барсук бәрібір сөйлеп қоюы мүмкін. Осы кезде Уолт қатты жөтеле бастайды. Саул оны бірден таниды. Өйткені дәл сол адам бүгін кеңсесіне келген еді. Ол Уолттан маскасын шешіп, қалыпты сөйлесуді сұрайды. Кейін қалтасынан $1 шығарады. Әрқайсысы оған $1 беру керек екенін айтады. Осылайша адвокаттық келісім ресми түрде жасалады. Енді олардың мүддесін ресми түрде Саул Гудман қорғайтын болады. Кейін Хэнк Барсукпен қайта сөйлеседі. Бұл жолы Саул да жанында болады. Саул клиентінің ынтымақтасуға дайын екенін айтады. Хэнк Хайзенберг туралы сұрақ қоя бастайды. Барсук болса жалған сипаттама береді. Оның айтуынша, Хайзенберг орта бойлы адам, дене бітімі де орташа. Сонымен қатар ол таз, әрі жасы үлкен кісі екен. Кейін Саул Уолт пен Джессиге ерекше ұсыныс айтады. Ол ақша үшін түрмеге отыруға дайын адам бар екенін хабарлайды. Яғни сол адам өзін Хайзенберг ретінде көрсетеді, бірақ бұл арзанға түспейді. Бағасы $80,000. Амал қалмағандықтан екеуі келіседі. Келесі күні Барсук ұсталған орынға келеді, ал айналада көптеген жасырын полицей бақылап жүреді. Уолт пен Джесси де бәрінің қалай өтетінін көруге келеді. Бір кезде Барсуктың жанына бір қарт келіп отырады. Барсук оны жалған Хайзенберг деп ойлайды. Сөйтіп онымен сөйлесе бастайды. Бірақ дәл сол сәтте нағыз жалған Хайзенберг пайда болады. Ол басқа орындыққа барып отырады. Уолт Барсуктың қателескенін байқайды, сондықтан дереу жаңа жоспар ойлап табады. Ол көлігімен полициялардың алдына барып тоқтайды. Осылайша олардың назарын өзіне аударады. Тіпті Хэнкті кездейсоқ көріп қалғандай сөйлесе бастайды. Хэнк оны кетіруге тырысады. Бірақ Уолт асықпай әңгімені жалғастыра береді. Осы арада Джесси Барсуктың жанынан өтіп бара жатып, мына адам Хайзенберг деп сыбырлап кетеді. Біраздан соң полиция келіп, әлгі жалған адамды ұстап алады. Ал Уолт Джессиді алып екеуі кетіп қалады. Джесси үйіне қайтып келеді. Біраз уақыттан кейін оған Джейн келеді. Ол Джессиге үйде болмағанын айтады. Сондықтан жеткізіліп келген заттарды өзі қабылдап алған екен. Джесси оған алғысын білдіреді. Екеуі сөйлесіп тұрады. Көп ұзамай араларындағы жақындық күшейе түседі. Олар сүйісе бастайды енді. Кейін диванға барып бір құлап түсетіні бар. Осы уақытта Уолтер мектепте отырып, оқушыларының жұмысын тексеріп жатады. Бір кезде оған күтпеген қонақ келеді. Бұл Саул Гудман еді. Саул Уолтердің расында химия мұғалімі болғанына таңырқайды. Кейін әңгімені ақшаға бұрады. Ол Уолтердің ақшаны қайда сақтайтынын сұрайды. Сонымен қатар үлес алғысы келетінін меңзейді. Саул өз қызметін ұсына бастайды. Оның айтуынша, егер көбірек ақша тапқысы келсе, оған хабарласқаны дұрыс. Осылайша Саул болашақта олардың тұрақты заңгеріне айналуға ниет білдіреді. Уолтердің отбасы ауруханада кезек күтіп отырады. Уолтер өкпесін тексеруге арналған МРТ-дан өтпек болады. Біраздан соң тексеру басталады. Тексеріс аяқталғаннан кейін Уолтер нәтижені сұрайды, бірақ медицина қызметкері нақты ештеңе айтпайды. Уолтер әйнек арқылы экранға көз тастайды. Сол жерде өкпе тұсында үлкен ақ тақты байқайды. Бұл оны қатты алаңдатады. Кейінірек ол Саулмен кездеседі. Екеуі ақшаны заңдастыру жолдарын талқылайды. Саул әртүрлі нұсқаларды ұсынады. Ал Уолтер уақыттың аз екенін айтады. Оның ойынша, өмір ұзаққа созылмауы мүмкін. Сондықтан ол тез әрі көп ақша табуға бел буады. Сол кеште Уолтер Скайлермен бірге жатады. Скайлер демалыс күндері бірге демалып қайтуды ұсынады. Бірақ Уолтер анасына барып келгісі келетінін айтады. Ол анасының өзінің қатерлі ісікке шалдыққанын әлі білмейтінін түсіндіреді. Келесі күні Джейн Джессиге музейге баруды ұсынады.
Бірақ дәл сол кезде Джессиге Уолтер қоңырау шалады. Ол бірден басқа бөлмеге шығып сөйлеседі. Уолтер жаңа партия дайындауды бастау керек екенін айтады. Сондай-ақ қажет заттардың тізімін береді. Джесси басында қарсы болады, өйткені оның басқа жоспарлары бар еді. Бірақ Уолтер метиламиннің бұзылып кетуі мүмкін екенін айтып, оны көндіреді. Келесі күні таңертең Скайлер Уолтерді әуежайға шығарып салады. Ол анасына кетіп бара жатқандай көрінеді. Скайлер кетісімен Джесси фургонмен келіп тоқтайды. Уолтер көлікке отырып, екеуі шөл далаға қарай жол тартады. Белгіленген жерге жеткен соң жұмысқа кіріседі. Олар арнайы киімдерін киіп алады. Джесси көліктің кілтін үстелге тастайды. Уолтер оған кілтті басқа жаққа қоюды айтады, өйткені дәл сол үстелде жұмыс істемек. Джесси кілт жоғалып кетпесін деп көліктің оталдырғышына қыстырып қояды. Осыдан кейін дайындау процесі басталады. Жоспар бойынша шамамен 19 килограмм өнім шығу керек еді. Джесси оның қанша ақша келетінін сұрайды. Уолтер есептеп шығады. Әрқайсысына шамамен $672,000 тиетінін айтады. Мұны естіген Джесси қатты қуанады. Біраз уақыттан кейін генератор істен шығады. Джесси жұмысты тоқтатайық дейді. Бірақ Уолтер барлық метиламинді пайдаланып бітіру керектігі туралы айтады. Джесси ең болмаса бір түн отельде демалып келуді ұсынады. Алайда Уолтер келіспейді. Жұмысты жалғастыруға шешім қабылдайды. Біраздан соң олар кетпек болады. Бірақ фургон оталмай қалады. Сөйтсе, аккумулятор отырып қалған екен. Екеуі мәселені шешуге тырысады. Генератор арқылы аккумуляторды қуаттамақ болады. Ол үшін көліктен бензин құйып алады. Алайда күтпеген жағдай орын алады. Генератор өртене бастайды. Уолтер өрт сөндіргіш іздейді. Бірақ Джесси қолындағы суды төгіп, өртті сөндіреді. Соның кесірінен қалған судан да айырылады. Кейін Джесси байланыс ұстауға тырысады, бірақ телефонның қуаты таусылып қалады. Сондықтан Уолтердің телефонын сұрайды. Ол Тоши Питке қоңырау шалып, келіп алып кетуін өтінеді. Қайда екендерін шамалап түсіндіріп береді. Кешке қарай екеуі фургонда көрпеге оранып отырады. Джесси тағы да қоңырау шалуды сұрайды. Ол Тоши Питтің қай жерге жеткенін білгісі келеді. Бірақ сөйлесіп үлгермейді. Телефонның қуаты толықтай бітіп қалады. Таңертең Джесси оянып кетеді. Қараса, Уолтер жаңа генератормен бірдеңе жасап отыр. Ол қолмен айналдырып қуат жинауға тырысуда екен. Джесси де көмектесуге кіріседі. Біраз уақыт өткен соң Уолтердің әлсіреп қалғанын байқайды. Ол орындыққа сүйеніп әрең отыр еді. Джесси оның жағдайын сұрайды. Бірақ Уолтер бәрі жақсы екенін айтып, жұмысты жалғастыруды өтінеді. Сол кезде Джесси бір нәрсені түсінеді. Метиламиннің бұзылатыны туралы әңгіме өтірік болған екен. Уолтер тек уақыт жоғалтқысы келмеген, өйткені ауруының асқынып бара жатқанын сезген еді. Уолтер бұл кездесуден кейін бәрі өзгереді деп ойлайды. Ол Джессидің ұсынысын қабылдағандай болады. Сонымен бәрі сәтті аяқталған соң, үйде өткен кеш барысында бәрі сырттай тыныш көрінеді. Скайлер келген қонақтарға алғыс айтады. Ол бәрінің қолдауын бағалайтынын айтады. Бірақ ішкі жағдай мүлде басқаша еді. Уолт пен Хэнк бір үстелде отырады. Хэнк жұмыс туралы әңгіме айтып отыр. Ол операциядағы жағдайларды сөз етеді. Сол кезде ол ішімдік құюды сұрайды. Уолт бәріне ішімдік құяды. Кейін өзі де ішеді. Ол баласына да құйып жібереді. Барлығы бірге тост көтереді. Бірақ жағдай біртіндеп шиеленісе бастайды. Уолт тағы да ішімдік құя береді. Хэнк оның бұл әрекетіне күмәнмен қарайды. Ол Уолтты тоқтатпақ болады. Бірақ Уолт ашуға ерік береді. Ол дауыстап сөйлей бастайды. Ақыры ол ішіп алып құлап қалады. Жағдай ұятқа айналады. Хэнк оны ұстап қалуға тырысады. Скайлер қатты ұялып, не істерін білмей қалады. Қонақтар жағдайда ыңғайсыз сезіне бастайды. Ол өз-өзіне келе алмай, мас күйде жатқаны көрінеді. Хэнк оны көтеріп тұруға көмектеседі. Скайлер бәрін тоқтатуға тырысады. Кештің атмосферасы толық бұзылады. Осы уақытта Джесси мен Джейн өз үйінде болады. Ол өз оқиғаларын айтып береді. Джейн оны түсінгендей болады. Екеуі бір-біріне жақындай түседі. Сол сәтте олардың арасы бұрынғыдан да тығыз болады. Джейн Джессиді есірткіден біртіндеп алыстатуға тырысады. Бірақ Джесси әлі толық өзгермеген еді. Уолт үйге оралады. Ол болған жағдайды ойлап мазасызданады. Скайлер оған ашулы қарайды. Ол Уолттың әрекетін ұнатпайды. Отбасындағы атмосфера суып кетеді. Ол оның өзін ұстай алмай жүргенін жақтырмайды. Уолт өзін ақтауға тырысады, бірақ сөз таба алмайды. Екеуінің арасында үнсіздік орнайды. Скайлер бөлмеден шығып кетеді. Уолт жалғыз қалады.
Ол не істеп жүргенін ойлап қиналады, бірақ бәрібір тоқтауға дайын емес еді. Джесси мен Джейннің үйінде жағдай басқаша. Олар бірге отырып сөйлесіп отыр. Джейн Джессидің өмірін өзгертуге тырысады. Ол оны есірткіден алыстатқысы келеді. Джесси оған біртіндеп сене бастайды. Екеуі бірге жоспар құра бастайды. Олар ақшамен жаңа өмір бастау туралы айтады. Ол үйдің ішінде бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Ол Джессимен сөйлесуге шешім қабылдайды, бірақ қоңырауға жауап берілмейді. Джесси дүкенге барады, бір адаммен сөйлеседі. Оны дұрыс емес нәрсе алып жатқанын ескертеді. Кассаға бармай сыртқа шығады. Бір топ адамдарды көреді. Комбо есімді кейіпкерге, яғни Джессидің досына шабуыл жасалып, оны өлтіріп кетеді. Дәрігер Уолтқа операция мүмкін екенін айтады. Құны $20,000. Операция алдында Уолт отбасымен уақыт өткізеді. Джесси Комбоның өлтірілгенін хабарлайды. Бизнес қауіпті болып кеткені айтылады. Уолт кеткісі келеді. Ал Джесси болса Соулға барады. Олар 17 килограмм тауар туралы сөйлеседі. Соул оларды үлкен дилерге қосуға уәде береді. Джесси мен Джейн бірге, бірақ Джейн оны үйінен шығарып жібереді. Скай УЗИге барады. Бала туатын күні белгіленеді. Джейн мен Джесси арасында қарым-қатынас қиындайды. Соул кафеге барып басты дилер табады. Ол кафенің иесі болып шығады. Соул онымен сөйлеседі, бірақ ол бас тартады. Себебі Джесси кешігіп келген және мас болған. Келесі күні Скайлер Тедтің компаниясында миллион ақша заңсыз жатқанын біледі. Джесси мен Джейн қайта бірге. Ол оған сыйлық әкеледі. Сабақта Уолтқа телефон келеді. Ол өтірік айтады. Скайлер босануға кетеді. Ол Джессидің үйіне келеді. Есік ашылмайды. Скайлерден қоңырау келеді, бірақ Уолтты алмайды. Уолт үйге кіріп Джесси мен товарды табады. Уолт товарды алып кетеді. Скайлер босанып, қыз бала туады. Оның есімін Холли деп қояды. Уолт баланы қолына алады және қатты қуанады. Хэнк те ауруханаға келеді. Келесі күні Джейн оянып, әкесі қоңырау шалады. Джейннің үйі тоналғаны белгілі болады. Скайлер мен отбасы мереке жасайды. Уолт гаражда көп ақша көрсетеді. Джесси мектепке келеді. Уолтпен ұрсады. Ал Флинн әкесіне арналған ақша жинау сайтын жасайды. Сол сайт арқылы ақшаны заңдастыру идеясы айтылады. Джейннің әкесі оның нашақор екенін көріп ашуланады. Джейнді оңалту орталығына апармақ болады. Джейн Уолттың ақшасын алуды ойлайды, бірақ әкесінің айтқан кеңесінен бас тартады. Джейн ауруханаға баруды тағы бір күнге шегеруді сұрайды. Сырттай қарағанда ол әкесінің талабымен келісетін сияқты, бірақ шын мәнінде оның ойында басқа жоспар бар. Ол Джессиге барып, Уолттан өздерінің ақшасын алуды ұсынады. Джессидің үлесі $100,000 болатын, бірақ Уолт оның есірткіге тәуелділігіне байланысты ақшаны беруден бас тартып жүрген. Джейн Джессиді көндіріп, екеуі Уолттың үйіне барады. Сол кезде Уолт отбасымен бірге жаңа туған қызы Холлидің жанында уақыт өткізіп жүрген болатын. Джесси ақшасын талап етеді, бірақ Уолт тағы да бас тартады. Осы кезде Джейн жағдайды өз қолына алады. Ол Уолттың құпиясын түсініп қойған еді. Уолттың отбасы оның шын мәнінде не істейтінін білмейтінін аңғарып, оны сол арқылы қыса бастайды. Егер ақша берілмесе, Скайлерге бәрін айтып қоямын деп қорқытады. Бұл Уолт үшін өте қауіпті еді. Өйткені бүкіл өтірігімен қоса қос өмірде тасталқан болуы мүмкін еді. Уолт қатты ашуланады, бірақ амалсыздан кетеді. Біраз ойланып, жағдайды таразылағаннан кейін Джессиге тиесілі ақшаны беруге шешім қабылдайды. Ол Джессидің үйіне барып, ақшаны қолына ұстатады. Ақшаны алғаннан кейін Джесси мен Джейннің өмірі күрт өзгереді. Екеуі бірден болашақ туралы армандай бастайды. Джейн ақшаны санап отырып, Жаңа Зеландияға көшуді ұсынады. Олар жаңа өмір бастап, бәрін артта қалдыруды жоспарлайды. Бұрынғы қиындықтардан құтылып, басқа елде жаңа өмір бастаймыз деп ойлайды. Бірақ мәселе мынада еді. Екеуі де есірткінің ықпалында болатын. Сондықтан олардың жоспарлары нақты әрі салмақты шешімнен гөрі эмоция мен эйфорияның әсерінен жасалған болатын. Сол уақытта Уолттың өмірінде де қиындықтар көбейіп жатты. Ол жаңа туған қызына қарап, отбасы үшін бәрін дұрыс жасап жүрмін деп өзін сендіргісі келеді. Бірақ жағдай барған сайын бақылаудан шығып бара жатты. Кешке қарай Джесси мен Джейн ақшаларын алып, болашақтарын талқылап отырады. Олар қаладан кетуді шешеді, бірақ бұл шешімнен кейін бүкіл сериалдағы ең ауыр әрі ең қайғылы оқиғалардың біріне алып келеді. Уолт Джессиге берген ақшасынан кейін бәрі тынышталды деп ойлаған еді, бірақ көп ұзамай ол Джессидің де, Джейннің де есірткіні қайта пайдаланып жатқанын түсінеді. Бұрын тек Джессидің мәселесі болған тәуелділік енді екеуіне де әсер ете бастайды. Ол Джессиге хабарласуға тырысады, бірақ нәтиже шықпайды. Ақыры ол Джессидің үйіне келеді. Үйдің іші ретсіз, ал Джесси мен Джейн қатты есірткінің әсерінде жатқан болатын. Уолт Джессиді оятпақ болады.
оның бір қырынан екінші қырына аударады. Сол кезде күтпеген жағдай болады. Джейн ұйқысында құса бастайды. Қалыпты жағдайда адам бір қырмен жатса аман қалуы мүмкін еді, бірақ ол шалқасынан жатқан болатын. Уолт бәрін көріп тұрады. Бір сәтке ол көмектескісі келгендей болады, бірақ кейін тоқтап қалады. Оның алдында өте ауыр таңдау тұрады. Егер Джейн тірі қалса, ол Джессиге де, Уолттың өзіне де үлкен қауіп төндіреді. Ақырында Уолт ештеңе істемейді. Сол түні Джейн қайтыс болады. Келесі күні Джесси оянғанда, оның өмірі түбегейлі өзгереді. Ол Джейннің жансыз денесін көріп, қатты күйзеліске түседі. Полиция мен жедел жәрдемде келеді. Джесси өзін кінәлі сезінеді және психологиялық тұрғыдан қатты құлайды. Ал Джейннің әкесі бұл қайғыны көтере алмайды. Қызының өлімі оны толықтай күйретеді. Кейін дәл осы оқиға сериалдағы ең ірі қайғылы оқиғалардың біріне жанама түрде себеп болады. Осыдан кейін екінші маусымның финалы басталады. Серия Джейннің өлімінен кейінгі жағдайдан басталады. Джесси үшін бұл өте ауыр соққы болады. Ол шок күйінде жүреді. Не болып жатқанын толықтай қабылдай алмайды. Полиция мен жедел жәрдем келгеннен кейін оның жағдайы одан сайын нашарлайды. Джейннің әкесі қызынан айырылғанына сене алмайды. Ол өзін кінәлі сезінеді. Өйткені қызын құтқаруға тырысқанымен нәтиже шықпаған. Оның қайғысы бүкіл серия бойы сезіліп тұрады. Ал Уолт сырттай қарағанда қалыпты өмір сүріп жүргендей көрінеді. Ол отбасымен бірге жаңа туған қызының жанында, бірақ ішінде өте үлкен құпия жатыр. Джейннің өліміне тікелей себепкер болмаса да, оны құтқара алатын кезде ештеңе істемегенін біледі. Джесси үйінен шықпайды, адамдармен сөйлескісі келмейді. Уолт оның осындай күйге түскенін көріп, бір жағынан өзін кінәлі сезінеді. Сол уақытта Джейннің әкесі жұмысқа қайта оралады. Ол кәсіби маман болғанымен, қызының өлімінен кейін әлі толық есін жинамаған еді. Әріптестері оның жұмысқа тым ерте оралғанын байқайды. Уолт кейін Джессиді табуға барады. Ол Джессидің толықтай құлап кеткенін көреді. Джесси өмірінің мәнін жоғалтқандай күйде болады. Уолт оны полициядан да, өзінен де қорғауға тырысады. Серияның соңғы бөлігіне қарай Джейннің әкесі әуе қозғалысын бақылау қызметінде жұмыс істеп отырғаны көрсетіледі. Оның ойы әлі де қызының өлімінде болады. Сол қайғы мен шаршаудың әсерінен ол өте маңызды қателік жібереді. Нәтижесінде Альбукерке аспанында екі жолаушылар ұшағы бір-біріне тым жақын келіп қалады. Ал қақтығысты болдырмауға уақыт жетпейді. Нәтижесінде аспанда үлкен апат болады. Екі ұшақ соқтығысып, бөлшектері қала үстіне шашырай бастайды. Сол сәтте Уолт үйінің жанында тұрады. Ол алыстан жарылысты көреді. Біраз уақыттан кейін аспаннан ұшақ сынықтары түсе бастайды. Маусым бойы көрсетілген жұмбақ көріністердің мәні осы жерде ашылады. Бассейнге түскен қызғылт ойыншық аю, үйдің маңындағы күйген заттар, полиция мен құтқарушылардың келуі, мұның бәрі ұшақ апатының салдары болып шығады. Серияның соңғы кадрларында Уолт үйінің ауласында құлаған қызғылт аюдың жартылай күйген басын көреді. Бұл маусым бойындағы оқиғалардың символына айналады. Уолт жасаған шешімдер бір адамның емес, көптеген адамдардың тағдырына әсер ете бастағанын көрсетеді. Осылайша екінші маусым аяқталады. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ал енді келесі видеоға дейін көріскенше күн жақсы. Комментке ой пікірлеріңді қалдырып кетіңдер. Толықтай қарап оқып шығам, қай жері қате немесе қалай қызық болды ма, келесі маусымын шығарайын ба, сол туралы кішкене жазып кетсеңдер, лайк басып комментарий толтырып тастаңдаршы. Жақсы. Давай.